Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге қонақтарыңызды таң қалдыратын, өте дәмді, өте әдемі шығатын раушан гүлді мантының рецептісімен бөлісетін боламын. Бірақ видеоны аяғына дейін көрместен бұрын сіздерге бір ғана өтінішім бар еді. Жаңадан ашылып жатқан арнама қолдау көрсетіп, видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер, қуанып қалар едім. Ал енді дайындау барысына көшейік. Мантымыздың қамырын илеу үшін қызылшаның шырыны қажет. Үккіштен өткізілген қызылшаның үстіне 1 стакан жылы су құйып, қасықпен басып жібереміз. Келесі таза ыдысқа илеуіш қойып, оның үстіне қызылшамызды саламыз. Електің орнына бірнеше қабатталған марля қолдансаңыздар да болады. Шырынды бөліп алудың тағы бір жолы қызылшаны соковыжималкадан өткізіп алсаңыз да болады. Енді шырынды жақсы бөліп алу үшін қолымызбен бастырып жіберіп, шырынды бөліп аламыз. Қызыл түсті қамыр шығу үшін қызылшаның шырынына 1 шай қасық тұз қосамыз. Жақсылап араластырып, 1 жұмыртқа қосамыз. Біркелкі болғанша әбден жақсылап тұрып араластырып, енді ұнын қосамыз. Алдымен жаймен шанышқы немесе қасықпен араластырып жіберіп, сосын қамырымызды илей бастаймыз. Қамырымыз жақсы тыну үшін қайта қайра илейміз. Қамырымызды бір қайыра дөңгелетіп, дайын болған қамырдың бетін жауып тыну үшін жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз ийгенше салмамызды дайындауға кірісеміз. Ет тартқыштан өткізілген фаршқа майдалап туралған пияз және майда кубик қылып туралған картоп қосамыз. Қалауыңызға қарай тұз бен ұнтақталған зіра қосамыз. Зіраны қоспасаңыздар да болады. Немесе басқа да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Кішкене күнбағыс майын қосып, жақсылап араластырып, салмамыз осымен дайын. Қамырымыздың тынғанын тексеріп, бір басып аламыз. Тынған қамырымызға ұн сеуіп, дөңгелете жайып шығамыз. Жаймамыз тезірек жайылу үшін бетіне ұн сеуіп, қамырдың бір жағын, сосын екінші жағын айқастыра жауып алып жаямыз. Сосын дәл осылай екінші қарама-қарсы жағына да дәл солай істейміз. Бетіне ұн сеуіп, айқастыра жауып алып, жаймамызды жайып шығамыз. Жаймамыздың жұқалығын арасында тексеріп отырамыз. Тегістеп жайып шығамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді дөңгелек кескіштің көмегімен дөңгелек формалар кесіп аламыз. Дөңгелектің мөлшері кішірек болып қалғандықтан сәл үлкендеуіне ауыстырып алдым. Мөлшерін өздеріңіздің қалауларыңызша жасасаңыздар да болады. Артық кесінділерді жинап алып, илеп тындырып қоямыз. Бірдей 4 дөңгелек жаймамызды алып, бірінің артынан бірін тізбектеп қойып шығамыз. Шеттерін бір-біріне жабыстырамыз. Салмамызды салып, қамырымыздың бір жағын екінші жағына қарай жабамыз. Енді дөңгелете жүгірте гүл пішіндес формаға келтіреміз. Екіншісінде дәл алдындағыдай жасап шығамыз. Мінекей райхан гүлді мантыларымыз да дайын. Енді мантаварканың ішіне сұйық май тамызып, жақсылап майлап шығамыз. Және мантыларымызды араларын қатты жақындатпай орналастырамыз.
Алдын ала қайнатып қойған суымызға қасқанымызды қойып, бетін жауып 45 минут пісіреміз. Біздің қызыл раушан мантыларымыз да дайын болды. Енді алдын ала дайындап қойған көңіліңіздегі ыдысқа дайын тамағымызды салып, дастарханның сәнін келтіретіндей әдемілеп безендіру арқылы қонақтарымызды аспаздық шеберлігімізбен таң қалдырамыз. Мінекей, өте дәмді, өте әдемі қызыл раушан хит мантымыз да дайын болды. Жақындарыңызды қуантып, дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге рахмет. Сіздермен бірге болған Марал. Егер де видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басып каналыма тіркеліп, төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Сау саламат болыңыздар.